Сәлем достар, айту арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз адам көрмеген дене мүшелері туралы айтатын боламыз. Видеомызды бастамас бұрын лайк қойып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Нөмір 1. Ең үлкен адам басы. Митюнджай Дас гидроцефалия деп аталатын сирек кездесетін аурудан зардап шеккен. Дастың басы әлемдегі ең үлкен бас болып саналады. Дәрігерлер оның бас сүйегінен 4 литр сұйықтықты алып тастап, басының көлемін 96 сантиметрден 70 сантиметрге дейін азайтты. Мүмкін бұл оқиғаның ең керемет бөлігі Дастың жасы. Операция кезінде ол небәрі 7 айға толған. Нөмір 2. Әлемдегі ең үлкен құйрық. Лос-Анджелестегі әйел Микель Руфинелли әлемдегі ең үлкен құйрықтың иесі. Шеңбері 2,5 метр. 39 жастағы бұл кісі әлемдегі ең үлкен жамбас деп аталатын деректі фильмге түсті. Бақытты 4 баланың анасы Микель өзінің дені сау екенін және салмағын жоғалтуға ешқандай себеп жоқ екенін айтады. Нөмір 3. Әлемдегі ең үлкен қолдар. Мұстафа Исмаил қолының шеңбері 80 сантиметр. Гиннестің рекордтар кітабы оған әлемдегі ең үлкен қол белгісін берді. Бірақ кейін Исмаил синтолды өз қолына салды деп күмәнданды. Синтол ол жасанды зат. Гиннеске және басқа күмәнданушыларға Исмаил сенбесеңдер сенбеусіз қалыңдар деп айтады. Бодибилдер мұны табиғи түрде жасады дейді. Күн сайын 3 келі ақуыз, 4 келі көмір су және 12 литр суды қабылдау арқылы мүмкін болды дейді. Рекордты қолдарын мүсіндеу үшін ол күніне 3 сағат жаттығып 280 келі көтерді. Нөмір 4. Әлемдегі ең үлкен ұрықтар. Кениялық бала Опио піл ауруын жыныс мүшесіне жұқтырғаннан кейін оның ұрықтары орташа ересек ер адамға қарағанда шамамен 20 есе көп. Оның салмағы 5 килограммнан асады. Мұндай алып ұрықтардың болуы мүлде қызық емес екені белгілі. Ауырсыну шыдамсыз болды. Ақыр соңында Опио жүре де отыра да алмады. Ол өте қажет операция үшін төлей алмады. Бірақ көршісі Фейсбукте жыныс мүшелерінің суреттерін жүктеді. Ал округ губернаторының әйелі фотоларын көріп, оны ауруханаға апарды. Сканерлеу Опионың ұрықтары толығымен сау екенін көрсетті. Бірақ қоршаған тіндер қатты сінген екен. Қан жоғалту салдарынан өлім қаупіне қарамастан Опионың операциясы сәтті өтті. Достар, видеомыз ұнап жатса, лайк қойып арнаға жазылыңыздар. Ал біз жалғастырамыз. Нөмір 5. Әлемдегі ең үлкен омырау. Энни Хоукинс Гиннестің рекордтар кітабының ең үлкен табиғи омырауы үшін рекордқа ие. Ол 20 жылдан астам уақыт бойы өзінің омырауын монетизациялау арқылы өмір сүрді. Хоукинстің 5 жасында омыраулары дами бастады. Ал 9 жасында олардың көлемі 36 ди болды. Қазіргі уақытта олардың әрқайсысының салмағы шамамен 30 келі. Хоукинс 65 жаста болса да, олар әлі де өсіп келеді. Бұл гигантомастия деп аталатын сирек кездесетін медициналық жағдай. Ол сүт безі тінінің баяу, прогрессивті өсуін білдіреді. Алғашында өзінің үлкен омырауын ұялып, Хоукинс модельдік мансабын бастады және ақырында веб-сайт ашты. Сайтында мүшелерін көрсету арқылы ол $1 миллион астам пайда тапты. Хоукинстің 2 баласы бар, бірақ оларды тұншықтырудан қорқып емізе алмады. Нөмір 6. Әлемдегі ең үлкен көздер. Ким Гудман көздерін ең алысқа шығару бойынша рекордшы болып табылады. Ол 2 көзін де көз орбитасынан шығара алады. Сол кезде олар еденге түсіп қалатын сияқты. Гудман өзінің талантын бала кезінде басына хоккей шайбасы тиген кезде ашып тапты. Содан бері Гудман бұны қалаған кезде қайталай алады. Экзофтальм бұл сыртқа шыққан көздерді білдіретін медициналық термин. Ол бір немесе 2 көзге әсер етуі мүмкін және көбінесе қалқанша безінің ауруынан болады. Бақытына орай, Гудман өзінің алысқа шығатын көздерінің мұндай жағымсыз медициналық салдары туралы хабарлаған жоқ. Нөмір 7. Әлемдегі ең үлкен дене туннелі. Калавелла Кайви ені 10 сантиметрден асатын Гиннес рекордының ең үлкен дене туннеліне ие. Оның дөңгелек құлақтарының диаметрі кеңдігі соншалықты жұдырықты оңай кіргізуге болады. Кәсіп бойынша ол тату салатын суретші. Кайви сонымен қатар тату мен әртүрлі пирсингтерге ие. Сонымен қатар тері астындағы мүйіздері мен 2-ге бөлінген тілі бар. Оның мұрындары да созылып, қайненесінің арманын орындау үшін ол маңдайына шыбықтарды бұрайтын болттар үшін тесіктер жасады. Нөмір 8. Әлемдегі ең үлкен аяқтар. Венесуэлалық баскетболшы Орландо Родригес өлшемі 58 аяқ киім киеді. Родригестің аяғының ұзындығы шамамен 41 сантиметрге жетеді. Тамаққа ақша табу қиын елде Родригес ең жақын сауда орталығына жете алмайтыны және жаңа аяқ киім ала алмайтыны түсінікті. Дамымаған елде тым үлкен бала болғандықтан
Ол мектепке бару үшін ескі шиналар мен маталардан жасалған сандаль жиі киетін. Осымен болды. Достар, видеоға лайк қойып, жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.